Саламатсыз ба, құрметті оқушылар? Менің аты жөнім Гүлнар Жақсылыққызы, математика пәнінің мұғалімі. Ал балалар, бүгінгі біздің сабағымыз, жаңа тақырыбымыз 2-3 амалмен орындалатын есептер шығару және де саябақта демалу мәдениеті. Сабақтың мақсаты 2-3 амалмен орындалатын есепті сызба, қысқаша жазба түрінде модельдеу. Есептерді қысқаша жазу және диаграмма бойынша есептер құрастыру. Балалар, осы мақсатымызды алға қойып отырғандықтан, қазір алдағы көретін видеоларымыздан дұрыстап түсініп аламыз. Өйткені есебіміз осы диаграммаға байланысты. Шамалар мен сандардың қатынасын көрсететін деректерді көрнекі бейнелейтін тәсілдердің бірі диаграмма. Диаграммалар дөңгелек, баған және сызықты болып бөлінеді. Есепті диаграмма түрінде модельдеу арқылы шешеміз. Бірінші мата қиындысында 4 метр мата бар, ал екіншісінде 12 метр. Бірінші мата қиындысына қарағанда, екінші мата қиындысы қанша есе артық? Бағанды диаграмма құрайық. Тігінен әр қиындыдағы матаның ұзындығын, ал көлденеңінен матаның санын белгілейміз. Диаграммаға есеп шартының деректері жазылды. Бірінші қиындыда 4 метр мата, екіншісінде 12 метр. Бірінші мата қиындысынан екінші мата қиындысы қаншаға көп деген есеп шартының сұрағына диаграмма арқылы жауап беруге болады. Бірінші мата қиындысын екінші мата қиындысынан 3 рет алуға болады. Ендеше, бірінші қиындыдан екінші қиынды 3 есе артық. Шешуін жазайық. 12-ні 4-ке бөлгенде 3 шығады. Осы диаграммаға сүйене отырып, есептің басқа да сұрақтарына жауап беруге болады. Екінші мата қиындысына қарағанда, бірінші мата қиындысы неше есе кем? 12-ні 4-ке бөлгенде 3 шығады. Екінші мата қиындысына қарағанда, бірінші мата қиындысы неше метрге кем? 12 минус 4 тең 8 болады. Есепті шығарған соң, деректердің дөңгелек диаграммасын құрамыз. Диаграммадан бірінші мата қиындысына қарағанда, екінші мата қиындысы 3 есе артық екенін көруге болады. Ал балалар, сіздерге жаңа видео түсінікті болатын болса, енді ойлан да тап мынандай диаграмма беріп тұр. Балалар, өздерің қараңдар. Диаграммада саябақта демалушылар туралы мәлімет берілген. Мәліметіміз толық қарап аламыз. Диаграмма бойынша сұрақ құрастыр. Балалар, өздерің сұрақ құрастырды ойлаңыздар. Өйткені диаграмма бізде дайын тұр сіздерде. Адам сандары белгілі бізде. Жаңа саябақта демалатын орын мәдениет орын дедік қой. Сол саябақтағы жүретін біздегі аквапарк бар бізде, демалыс орындары. Күлкі бөлмесі бар бізде саябақта. Аттракцион бар, кинотеатр, қайықпен серуендеу, саябақта серуендеу. Ал балалар, есеп құрастырып көріңіздер өздеріңіз. Мен сендерге бір мысал ретінде құрастырып берейін. Ал қараймыз. Бізде күлкі бөлмесінде 20 адам жүр екен. Сонда саябақтағы демалушылар күлкі бөлмесінде де адамдар болады екен. Ал енді қараймыз. Ең көп бізде саябақтың демалыс орнында да қай жерде адамдар көп жүр екен? Қараймыз, аквапаркте 160 адам бар екен. Ал енді қарап отырсақ, бізде мына жерде аттракционда міне 120 адам бар. Одан кейін бізде саябақта серуендеп жүрген адамдардың саны 80 екен. Қарап отырсақ, балалар, саябақта демалуға болады екен. Есеп құрастырып алды деп ойлаймын сіздерді. Рахмет. Келесі тапсырмамызға көшейік. Ал бірінші тапсырма бойынша кестені пайдаланып есеп құрастыр. Қараймыз, тағы да біз жаңа саябақта жүрміз. Осы саябақта біздің әрбір баратын жүретін жолдарымыздың барлығында теңгемен жүреді екенбіз. Біздің теңге туралы мәліметті білеміз. Біз қай жерге барамыз? Барлығы да бағасы жазылып тұр. Енді мен бір мысал келтірейін сіздерге. Марат жазғы демалысында саябаққа барып демалғысы келді. Ол автобусқа мініп 40 теңгеден автобусқа мініп келді. Саябаққа келіп, автобустан түсіп өзі қайда келді? Саябаққа кіруге келді. Саябаққа кіру бағасы 500 теңге екен. Балалар есептеп отырыңдар.
Өйткені біздің есебіміз шығаруымыз керек. Жаңа сонда Мараттың бізде қанша ақшасы жұмсалғанын есептеп шығаруымыз керек. Ары қарай саябаққа билетімен кірді 500 теңгесін. Ол саябақта демалып жүріп, балмұздақ сатып алды. Балмұздақтың бағасын қараймыз. 200 теңге екен. Ал енді қараймыз сонда. Ал балалар, ол демалып болып, балмұздағын жегеннен кейін киноға кіргісі келді. Ал енді киноға кіру үшін балалардың киноға кіру билетінің бағасы 450 теңге екен. Ал балалар, біз киноға кірместен бұрын балмұздақты жеп алуымыз керек. Үйде киноға балмұздақпен кіруге болмайды. Бұл жерден біз мәдениетімізді сақтауымыз керек. Сөйтіп, Марат киноға кіріп кетті. Енді балалар, сұрақ сендерге. Осы Мараттың осы уақытқа дейінгі қанша теңгесі жұмсалды? Есептедіңдер ме жаңа? Қараймыз. Ал ойлаңдар, мен сендердің манадан жазып отырған теңгелерді есептеп қойды деп ойлаймын. Сонда Мараттың қалтасынан қанша теңге жұмсалғанын есептеп шығарайық. Алып көреміз мінекей. Сонымен Марат жаңағы автобустың билеті 40 теңге болды, саябаққа кірді 500 теңгесін жұмсады, балмұздақ жеді 200 теңге жұмсады, ол киноға кірді 450 теңге жұмсады. Барлық теңгесін білмейміз, бірақ біз есептеп шығарып қойдық. Барлығы қанша жұмсалған екен? 1190 теңге. Сонда Мараттың 1190 теңге ақшасы жұмсалған екен. Ары қарай балалар. Қараймыз. Суретке дұрыстап тұрып қарап алыңдар балалар. Мына жерде шырын берілген, бір өзі 125 теңге екен. Соның 4-еуін алдық. Енді мына жерде кәмпитіміз бар екен. 136 теңге, 7-еуін алдық. Енді мына жерде шоколад бар екен, 248 теңге, 3-еуін алдық, 3 данасын алдық. Енді балалар, осыған есеп құрастырамыз. Есеп бізге ыңғайлы, сурет бойынша берілген, бірақ біз өзіміз оны жазамыз. Есептің шартын құрастырамыз. Сұрағын тауып аламыз, сұрақтар дайын тұр бізде мына жерде. Шешуін шығарамыз, жауабын жазамыз. Ал балалар енді дұрыстығын тексеріп көрейік. Шырын бізде 125 теңге, 4 данасын сатып алғанбыз. Кәмпит бізден 136 теңге, 7 данасын сатып алдық. Шоколад бізде 248 теңге, 3 данасын сатып алғанбыз. Қанша теңге жұмсалғаны белгісіз тұғын. Енді балалар бер қараймыз. Шешуінде 125 теңгені көбейтеміз 4-ке, қараймыз мінекей. Сонда бізде мына жерде шылымның бағасы шығады, қанша теңге жұмсалғаны. Одан кейін 136-ны көбейтеміз 7-ге. Онда кәмпиттің 7 данасы қанша теңге екенін шығарамыз. Одан кейін бізде 248 көбейтеміз 3-ке. Ол 3 шоколадтың қанша теңге жұмсалатынын есептеп аламыз. Көрдіңдер ме балалар? Біз көбейтулердің барлығын біз жақшаның ішіне алып қойдық. Енді олардың барлығын қостық, қосқанда барлығымыз 2196 теңге жұмсалды. Енді жауабында қарасақ, мына заттардың барлықтарына 2196 теңге жұмсалған екен балалар. Сіздерде осылай шықты ма балалар есептеріңізді? Тексеріп алыңыздар, есептерін дұрыстап алыңыздар. Ал енді келесі тапсырмаға көшейік. Тағы да біз саябақта жүрміз. Балалар, бұл саябақтың ішінде 436 адам қыдырып жүр екен. Олардың 125 демалушы ер адамдар, ал әйелдер олардан 2 есе артық белгісіз болды. Ал біз енін сұрапты қалғаны балалар дейді. Енді осы саябақтың ішінде қанша бала жүр екенін біз есептеп тауып алуымыз керек. Алдындағы шығарғандай есептің шартын құрастырамыз. Сұрағын тауып аламыз, сұрақтары тұр мінекей. Біз шешуін шығарамыз, жауабын жазамыз. Ал балалар, қараңыздар енді. Есебіміз қалай құрастырылған екен? Ал мінекей балалар, есебін дұрыстығын тексеретін болса, мінекей ер адамдар бізде белгілі болды 125, әйел адамдар бізде белгісіз болды, 2 есе артық болды.
бізде балалар белгісіз болған тұғын. Бірақ та бізде барлығы саябақта қыдырып жүрген демалушылар 436 адам жүрген. Ол бізде белгілі болды есемізде. Енді қараймыз шешуінде. Біз бірінші 125-ті көбейттік 2-ге. Өйткені әйел адамдардың санын таптық біз. Бізде 250 адам жүр екен, әйел адамдар. Енді бізден барлығынан біз азайттық, жаңағы 125-ті қосып алдық, 250-ге бізде 375 шықты. Бұл бізде әйел адамдар мен ер адамдардың адам саны. Біз барлығынан азайттық, сонда балалар саны бізде саябақта қыдырып жүрген 61 бала жүр екен. Ары қарай келесі тапсырмамызға қарайық. Балалар, мына есептен дұрыстап мұқият тұрып қарап алыңдар. Суреттен дұрыстап тұрып қараңдар. Тотықұс пен торғайдың массасын анықтар еді. Бұл тапсырманы сіздер ойланып, өздерің қорытынды жасай аласыңдар. Өйткені бұның барлығы сурет бойынша белгілі болып тұр. Қараймыз. Бірінші таразыда 3 тотықұс тұр және 1 торғай тұр. Бір несінде, екіншісінде 100 грамм, 200 грамм, 50 грамм тұр. Екеуі тең. Бірақ бізге мына торғайдың да тотықұстың да салмағын білмейміз. Біз осы жерден ойланып өзіміз тауып алуымыз керек. Арғы екінші таразыны қараймыз. Екінші таразыда қараймыз, 200 грамм тасы тұр мына жерде салмақ өлшейтін. Одан кейін бізде 2 тотықұс тұр. Ал балалар, сонда 1 тотықұстың салмағы қанша грамм бола алады? Және де торғайдың салмағы қанша бола алады? Мұндай есептерді біз тез шығаруымыз мүмкін, өйткені біз мұндай есептер көп шығардық. Оқулығымызда барлығы да осы есептер түсінікті болып тұр. Ал енді менің ойымша сендерге кішкене ғана көмектесейін. Сонда бізде қарап тұрсақ, мына жерде 3 тотықұс болатын болса, сонда 1 тотықұстың салмағы қанша болады деп ойладыңдар? Әрине, 100 грамм болады екен 1 тотықұстың. Ал торғайдың салмағы қанша болды деп ойлайсыңдар? 50 грамм болады екен. Дұрыс таптыңдар балалар. Сіздердің есептеріңізде осылай шықты. Ал балалар, бүгінгі сабағымызда диаграмма туралы өтті. Одан кейін бүгінгі сабағымызда саябаққа қыдырдық. Саябақта қанша адамдар қыдырып жүргенді бақыладық, иә? Қанша теңге жұмсалады екен саябаққа қыдыруға барғанда. Соның бәрін есептеп біз тапсырмаларды орындадық. Бүгінгі сабағымыз бүгін балалар аяқталды. Сау болыңыздар. Сәлеметсің бе? Жаратылыстану сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дыбыстың қаттылығы неге байланысты болады? Бүгінгі сабақта біз дыбыстың қатты естілуі неге байланысты екенін білеміз. Қатты дыбыстан қалай қорғануға болатынын анықтаймыз. Сонымен біз дыбыс туралы не білеміз? Кәне, мына дыбысты тыңдап көр. Бұл ненің дыбысы? Я, бұл аттың шабысы. Осы дыбысты біз қалай естіп тұрмыз? Не арқылы естіп тұрмыз? Я, біз бұл дыбысты құлағымызбен естіп тұрмыз. Бұл дыбыс ауада таралып біздің құлағымызға жетіп тұр. Жақсы, енді ертөстік ертегісін еске түсірші. Онда ертөстікке көмектесетін түрлі ғажайып кейіпкерлер бар. Солардың бірі Саққұлақ. Саққұлақ суретке қара, не істеп жатыр? Я, жерге жатып алып тыңдап жатыр. Саққұлақ та осы дыбысты естіді. Бірақ ол қалай естіді? Я, Саққұлақ оны жерден естіді. Бұл дыбыстың қандай қасиетін білдіреді? Бұл дыбыстың қатты дене арқылы таралуын біледі. Я, есіңде ғой? Біз дыбыстың барлық бағытта таралатынын білеміз. Ол қатты дене мен суда ауаға қарағанда жылдам таралады. Мысалы, суда дыбыс ауаға қарағанда 5 есе жылдам тарайды екен. Бұл біз бұрынғы сыныптарда оқығанымыз. Ал енді суретке қара. Маса мен зауза қоңыз дыбыстарын тыңдап көрейік.
Енді зауза қоңыздың дыбысын тыңдап көр. Сен маса мен зауза қоңыздың дыбысын талай естіген шығарсың. Сен олардың тек ұшқан кезде дыбыс шығаратынын байқадың ба? Неліктен деп ойлайсың? Себебі олар ұшып жүргенде қанаттарының қозғалысы арқылы дыбыс шығарады екен. Сен бұны бұрын білдің бе? Енді қазір тағы бір тыңда, сонан кейін мына сұраққа жауап беріп көр. Олардың дыбыстары бір-бірінен қалай ерекшеленеді? Сонымен, олардың дыбысы бір-бірінен қалай ерекшеленеді? Масаның дыбысы қандай? Жіңішке. Бұл жіңішке дыбыстарды біз жоғары деп атаймыз, е? Ал зауза қоңыздың дыбысы қандай? Жуан. Жуан дыбыстар төмен деп те атайды. Сонымен, енді осы дыбыс өзгешеліктері олардың қанаттарының қозғалысына қатысы бар деп ойлайсың ба? Я, олардың дыбысының өзгеше болуы бір-бірінен екеуінің қанаттарының қозғалысына байланысты екен. Бұның бәрі тербеліс жиілігіне байланысты болады. Тербеліс деген не? Тербеліс деген заттың әрі бері қозғалуы. Тербеліске мысал келтіріп көрейік. Ол әткеншектің қозғалғаны, бесіктің тербелгені. Міне осы тербеліс. Егер зат жиі тербелсе, онда дыбыс жоғары болады. Мысалы, маса зауза қоңызға қарағанда қанатын жиі қағады. Сондықтан оның шығарған дыбысы жіңішке болады. Ал зауза қоңыз керісінше масаға қарағанда сирегірек қағады да, оны шығарған дыбысы жуан болады екен. Ал адамдар осы тербеліс туралы білімін түрлі музыкалық аспаптар жасағанда қолданады. Ал біз қазір өзіміз музыкалық аспап жасап көреміз. Сонымен, музыкалық аспап жасау үшін бізге қажет заттар. Бос қорап, мен мынандай қалың ылтыр қорап алдым. Одан кейін кеңсе резеңкелері, мынандай өлшеуіш таспа, одан кейін стикерлер керек. Не істеймін? Мен қорапқа кеңсе резеңкелерін созып кигіземін. Біреуін кигіздім. Енді екіншісін кигізіп жатырмын. Енді үшіншісін кигіздім. Міне біздің музыкалық аспабымыз дайын болды. Енді бұны модель екенін сен түсінесің, Жақсы. Енді мынандай кішкентай таяқшаны алып, созылған резеңкелерді қозғалтып көрем. Дыбыстарын естіп тұрсың ба? Кәдімгі музыкалық аспап тәрізді, тағы енді қаттырақ созып көрейін. Сонымен қорытынды жасайық. Кез келген затқа басқа затпен әсер етіп, біз түрлі дыбыстар ала аламыз. Жақсы, енді бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қашықтыққа байланысты дыбыс өзгере ме? Соны зерттеу болатын. Сондықтан бүгін біз зерттеу жұмысын жасаймыз. Дыбыстың қатты естілуі ара қашықтыққа байланысты ма? Зерттеуіміздің мақсаты дыбыстың қаттылығы қашықтыққа байланысты өзгеретінін анықтау. Сонымен бізге керек заттар ол диктофон, немесе ұялы телефон, музыкалық аспапты моделі, ол міне жасап алдық. Одан кейін өлшейтін таспа. Міне осындай заттармен біз қазір зерттеу жүргіземіз. Алдымен не істеу керек? Біз диктофонды үстелдің шетіне орналастырамыз. Мына жақ шетке орналастырдым. Қарап отыр. Енді осы диктофоннан 50 сантиметр
өлшеп аламын да сол жерге стикер жапсырам. 50 сантиметрлік орын. Енді одан тағы да 50 сантиметр өлшеп алып, келесі стикерді жапсырам. Енді маған тағы 50 сантиметр өлшеу керек. Бұл ара қашықтық үстелден де шығып кетті. Сондықтан мен еденде белгілеймін. Міне 150 сантиметрлік біз қашықтықты өлшеп алдық. Мен саған ары қарай айтып берейін, одан кейін жасап көреміз. Диктофонды қосамын. Сонан кейін модельді алып, алдымен бірінші кезеңде, бірінші стикерде дыбыс шығарамыз. Одан кейін 100 сантиметрлік екінші стикердің тұсында дыбыс шығарамыз. Одан кейін 150 сантиметрлік еденде қойған белгіде дыбыс шығарамыз. Бұл кезде диктофон бәрін жазып жатады. Одан кейін жазбаны тыңдап, қорытынды жасаймыз. Мен мынандай кесте дайындап алдым. Бұл кестеге біз нәтижемізді тіркеп отырамыз. Сонымен экспериментімізді жасауға кірісейік. Диктофонды қостым. Эксперименттің бірінші кезеңі. Эксперименттің екінші кезеңі. Эксперименттің үшінші кезеңі. Енді міне мен диктофонды сөндірдім. Қазір жазбаны тыңдаймыз. Менімен бірге мұқият тыңдап отыр. Себебі дыбыс бәсең естілсе, естілмей қалуы мүмкін. Эксперименттің бірінші кезеңі. Эксперименттің екінші кезеңі. Үшінші кезеңі. Міне, жазбамызды тыңдап шықтық. Енді біз оны кестеге белгілеп алайық. Кестеде 50 сантиметрлік қашықтықтан мен 3 плюс қойдым. Себебі ол жерде дыбыс қатты естілді. Ал 100 сантиметрлік 2 плюс қойдым, себебі сәл бәсеңдеу естілді. Ал үшінші кезеңде дыбыс өте бәсең естілді. Мен ол жерге минус қойған жоқпын, себебі мен өзім естідім. Сонымен эксперименттің нәтижесінде мынандай қорытындыға келдік. Дыбыс қаттылығы дыбыс көзіне дейінгі ара қашықтыққа байланысты болады. Дыбыс көзі алыстаған сайын дыбыс бәсеңдей береді. Енді дыбыс туралы түрлі қызықтарды білуді жалғастырайық. Сен құрбыңның құлағына, досыңның құлағына, немесе анаңның құлағына сыбырлап көрдің бе? Сонда сен қандай қимыл жасайсың? Аузыңды екі қолыңмен көлегейлейсің. Немесе алыстағы адамды шақыру үшін. Тура осындай әрекет жасаймыз. Біз оны неге жасаймыз? Себебі біз дыбыстың жан-жаққа таралатынын білеміз. Сондықтан дыбысымызды жинап, бағыттаймыз. Сондай қарапайым құрал ол рупор. Не суреттен көріп тұрсың. Дыбысты қалай өлшейді? Дыбыстың қаттылығын арнайы өлшем бірлігімен өлшейді. Ол децибел деп аталады. Суреттерге қара. Айғай 70 децибел. Жапырақ сыбдыры 10 децибел. Әңгімелесу 50 децибел екен. Ал ұшақтың дыбысы гүрілі 120 децибелге дейін барады екен. Әрине біз оны арнайы құралмен өлшемесек білмейміз, бірақ мен саған осы бойынша тапсырма берем. Дыбыс көздерін дыбыс қаттылығына байланысты реттеп орналастырып көрш. Ең бәсеңінен ең қаттысына дейін. Ол үшін ақпаратты пайдалан. Жақсы, кәне, көрейік. Өзіңді тексер. Ең бәсең дыбыс ол жапырақтың сыбдыры. Одан кейін әңгімелесу, одан кейін айқай, одан кейін ұшақтың гүрілі. Қазір ең бәсең дыбысты тыңдап көрейік.
Енді ең қатты дыбыс ұшақтың гүрілін тыңдап. Иә, ұшақтың гүрілі шынымен де құлақты ауыртады, иә, өте қатты екен. Адам үшін шудың қалыпты деңгейі 30-40 децибел екен. 130 децибелден асқан дыбыс деңгейі адамның денсаулығына орасан зор зиян келтіреді. Міне, осы ақпарат сені қызықтырса, түрлі ақпарат көздерінен іздеп білуіңе болады. Міне сол кезде сен қатты сөйлеме, айғайлама, сыныпта шулама, үйде шулама деген үлкендердің жағдайын түсінесің. Өте қатты дыбыстар шығатын жерлерде көптеген адамдар жұмыс істейді. Суретке қарашы, бұл мамандықтың иесі кен балғасымен жерді ойып жатыр. Кәне, дыбысын тыңдап көрейік. Шынымен өте қатты дыбыс. Бұл дыбыстан адам қалай қорғанады? Бұл дыбыстан адам құлаққаптың көмегімен қорғанады. Сонымен құлаққап бізге тек қана музыка тыңдау үшін ғана емес, түрлі дыбыстардан қорғануға көмектеседі. Енді құлаққаптың қандай пайдасы, қандай зияны бар? Міне осы туралы сәл ойлан. Жақсы, менің ойымша сен пайдасын бірден айтасың. Құлаққап бізге мәдени орындарда, үйде, жұмыста басқа адамдарға кедергі жасамай, музыка тыңдауға немесе жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Ал жолдан өткенде киіп алған құлаққабыңды шешпесең, жол апатына түсуің мүмкін. Сонымен қатар құлаққапты бір-бірімен, достарымен ауыстыруға болмайды. Себебі түрлі жұқпалы аурулар, құлақ аурулары тарауы мүмкін. Сонымен біз бүгінгі сабағымызда дыбыстың қатты не бәсең естілуі дыбыс көзіне дейінгі арақашықтыққа байланысты екенін білдік. Қатты дыбыстан құлаққап көмегімен қорғануға болады, және жолдан өткен кезде құлаққапты міндетті түрде шешіп алу керек. Сау бол, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше. Здравствуйте, дорогие ребята! Начинаем урок русского языка. Откуда и куда текут реки? Сегодня на уроке ты узнаешь, как использовать слова, обозначающие количество предметов. Ты научишься создавать высказывания на основе темы, читать текст по ролям и пересказывать, а также соблюдать правила произношения слов. Догадайтесь, о каком чуде говорится в данном стихотворении. Вот отсюда, именно отсюда, из глубин лесного родника выбегает голубое чудо, широкая и быстрая река. О каком чуде говорит автор? Откуда берут начало реки? Прочитай это словосочетание из текста. Из глубин лесного родника. А теперь выполним задание к тексту. Перед тобой предложение. В данном предложении нужно выделить слова-предметы, слово-действие и слова-признаки. Выбегает голубое чудо, широкая и быстрая река. В данном предложении нужно выделить слова-предметы, слово-действие и слова-признаки. Выбегает голубое чудо, широкая и быстрая река. Итак, в нашем предложении слова-предметы отвечают на вопрос «кто?», «что?», «что чудо?», «что река?». Слово «действие» «река что делает?», «выбегает?». И слова-признаки «голубое», «быстрое». А теперь, пожалуйста, очень внимательно посмотрите на экран. Перед нами слова, которые нужно запомнить и записать. Речка, океан, родник, территория,
жидкость. Давай вместе послушаем небольшое стихотворение. Эй, ручей, ручеек, далеко ли ты потек? Тороплюсь я в речку быстротечку. Вместе с речкою к реке мы помчимся налегке и с рекою вскоре добежим до моря. Итак, выполним задание к прослушанному тексту. Куда торопился ручеек? В море, в речку. Куда добежал? До моря, до речки. С кем он мчался? С речкою, с ручейком. Пожалуйста, проверьте себя. Да, наш ручеек торопился в речку. Куда добежал? Добежал до речки. С кем он мчался? С речкой. Отлично. Какие слова указывают на то, что речка быстро течет? Выдели их. Да, тороплюсь, помчимся, добежим. Слова, действия, которые указывают на то, что речка очень быстро бежит. А теперь, ребята, давайте вместе прочитаем сказку. Будем читать эту сказку по ролям. В нашей сказке два героя – медведь и речка. В сказке представлен диалог двух главных героев. Бежала куда-то речка быстро-быстро. Пришел как-то к речке медведь. Попил водички, да и спрашивает речку: «Куда ты бежишь так быстро?» Отвечает она: «Бегу я в дальние края». Медведь снова спрашивает: «А где твоя дорога?» Засмеялась весело речка: «Ты мою дорогу не увидишь, потому что я от берега до берега разлилась». Тогда медведь залез высоко на дерево и стал высматривать дорогу. Но ничего не увидел. Снова он говорит речке: «Речка, я так и не увидел твою дорогу». «А ты и не увидишь», — ответила речка. «Сначала я с другими речками встречусь, и мы вместе побежим к морю, а потом к океану. Туда и ведет меня дорога». Вот такая интересная сказка о том, куда же бежит речка. Выполним задание к тексту. Куда бежит речка? К другим речкам, к океану, к морю? Никуда. Да, конечно же, все реки бегут к океану, сливаются в один большой и огромный океан. А теперь, ребята, у нас дано предложение, и к предложению представлены две схемы, модели. Посмотрите, пожалуйста, какая схема подходит к данному предложению. Сначала речка встретится с другими речками, а потом речки все вместе побегут к морю. Да, правильно, вторая модель является правильной. Почему именно эта схема подходит к данному предложению? Предложение сложное, состоит из двух простых предложений. Первое простое предложение: сначала речка встретится с другими речками. Второе простое предложение: а потом речки все вместе побегут к морю. Два простых предложения связаны при помощи союза «а». Итак, перед нами план к нашему тексту. Попробуйте пересказать
данный текст согласно этому плану. Медведь пришел к речке. Диалог медведя и речки. Куда бежит речка? Хочу поделиться с вами интересной информацией о реке Ертыс. Начинается река Ертыс в Китае. Затем Ертыс несет свои воды в необозримые степи Казахстана. Там, на берегах реки, построены крупные города Усть-Каменогорск, Павлодар. Затем Ертыс плавно перетекает на территорию России и впадает в реку Обь. А река Обь попадает в Северный Ледовитый океан. Задание к тексту. Откуда появилась река Ертыс? В каких странах она протекает? Какие казахстанские города стоят на берегу Ертыса? Куда впадает Ертыс? Итак, проверьте себя. Правильные варианты вопросов представлены на экране. Конечно же, река Ертыс появилась из Китая, берет свое начало в Китае. В каких странах она протекает? В Китае, в России и в Казахстане. И наши замечательные города Усть-Каменогорск и Павлодар стоят на берегу Ертыса. Куда впадает Ертыс? В реку Обь. И представьте себе, что воды на Земле всего 100 бочек. Из них 97 бочек будут с морской водой. Сколько бочек с пресной водой? Закончите фразу, представленную на экране. Я думаю, что... Я думаю, что пресной воды мало, поэтому ее надо беречь. И небольшой словарный диктант. Произнеси правильно слова, запомни их, запиши по памяти в тетрадь. Казахстан, Россия, территория, океан, жидкость. Вот и подошел к завершению наш урок. Я уверена, что многие из вас поставят себе именно эту оценку. У меня все получилось. До новых встреч на уроках русского языка.